Бұл Нұрдәулет ауылдан Әпшаға жаңа келді. Алысап бардағы сағынышым, жамандықты жасыратын қорғанышым. Ассалаумағалейкум жігіттер. Мен жаңадан келген адам едім, сіздермен тұрса бола ма жігіттер? Қандай Әпшаға бұл? Бұл Габа, көзінше көше бандиті. Жарал сезімге тойып қалған. Айтып болдым ба адамның? Олай болса, Бағдәулет екеуміз деталда өскенбіз. Анда камера түсіп тұрған жігіттің әке-шешесі ажырасып, қазір бізбен тұрып жүр. Бұл жаралы сезім Әпшағасы. Бізбен тұратын болсаң, қолға шыққасын. Неге? Өйткені бізде диван жоқ. Ана жігіттер. Ауырым, орма ма? Жаным, алма сияқты істеп алайын ба? Тоқташы жан, біреу келіп тұр. Мынау Ахон Бабник, Шыңғысхан сияқты 500 әйелі болған қалайды. Кәу жетқанда Джемпи Әпшағасының старшағы. Жүрегімнен орын сұрап тұрсың ба? Жоқ, брат, жататын орын сұрап тұрмын. Түрің онша емес, қыз болған өзінде де сен кіргізбейтін. Я хочу, нет, я хочу. Қалайсың бауырым? Жақсы өзің қайсың? Орын бар ма? Давай, кір. Бұл Алишер, армандар орындалады дегенге сенеді. Сабақтан қалмайды, тәрбиелі. Қосымша сабақтың барлығына қатысады. Темекі шекпейді, жақсы жігіт. Мақта деп айтты, себебі мамасы менің историямды көреді. Уайымдама, кір орынбар табылып саған. Әпшағаларым біртүрлі ғой, осыма ма? Маған бұл Әпшағаның өмір қызық емес. Просто ата-анаммен үмітін ақтап осы Алматы қаласына арман болып келген жайым бар. Өзің қай жақтікі болсын? Түркістаннан болам. Маған Әпшағалар ұнамады. Өзгерту керек. Қумаш бауырым, бұл системаны ешкім өзгерте алмаған. Басыңа личный проблема не аласың? Айтпақшы, есімің кім болады? Атым Нұрдәулет. Есімім Алишер. Бұлтанып тұрып күндей күлемін, дос пен дұшпанға бірдей тілегім.